Алқасын ортаға шақырайын. Сіздердің құрмет шапалақтарыңызбен келіңіздер әжі қаза алқасы. Ең алдымен марапаттайтын бізде шоумен Заңғар Әбежанов. Ассаламағалейкум, құрметті әзіл сүйер қауым. Бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Елге көңіл сыйлайтын осындай күлкі күні құтты болсын. Алдымен бізде бірінші бөлім әзілге толы әңгіме болды. Әзілге толы әңгіме бөлімінде атсалысып бақтарын сынап көрген қатысушыларға алғыс хаттарын табыстауға рұқсат етіңіздер. Алғыс хат табыстамас бұрын Қарағанды облысы мәдениет, архивтар және құжаттар басқармасына шексіз алғыс білдіреміз. Осындай Қарқаралы елінде дүниеге келген ағамыздың жыл сайын еске алып осындай бір керемет кеш ұйымдастырғандарыңыз үшін үлкен алғысты бір қол соғып қойсаңыздар болады. Сатирик Мартбек Тоқмырза атындағы Жымиясын сен неге облыстық әзілкештер фестивалінің байқауына қатысып, көпке көңіл сыйлаған үшін әзілге толы әңгіме Тілеужан Рауандин мырзаны марапаттауға рұқсат етіңіздер. Дәл осындай алғыс хат Фатима Дін Мұхаммед. Самат Наурызбай. Фотограф, может вы сюда станете? Может, просто у меня живот. Дәл осындай алғыс хатпен Ерасыл Әбдірәсіл. Ерасыл өзі білді ғой ұмытылып қалғанын. Нұрбол Шәкәрімов. Бар ма? Сұңғат Наурызбай. Мен енді бұл кісіден ерекше әзіл күткем, бірақ енді сәл дайындығына шарлау болып қалды ғой деймін. Сұңғат Тахан. Айбар Смағұлов. Айбар сосын жеке өзін фотоға төсің. Әлихан Медеуұлы. Әлиханның өзін емес шапанына бір қол соғып қойыңыздар. Алдияр Егізов. Ең көңілден шыққан қатысушылардың бірі болды. Келсеңіздер қол соғып қойыңыздар. Бұл жерде жүлделерді әлі айтпайды бұл. Баршаларыңа берілетін алғыс хат толқитын сәт емес, е? Христос ұстамай ақ қойыңдар. Қуандық Қадыров. Рахмет, Заңғар Әбежанов, бір қошемет деп қойыңыздар. Ортақ енді командаларды марапаттау үшін Шайдарман директоры Қарағанды облысына Ринат Абутаев мырзаға бір қошемет деп қойыңыздар. Мен ойлаймын, соңғы 5 айда біздің Қарағанды облысында түрлі мықты командалар шығып жатыр деп.
Егер келіссеңіздер, бір қол соғып қошемет сатамыз. Арнайы алғыс хат Қарағанды облысы мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы облыстық мәдени сауық және халық шығармашылығының ғылыми әдістемелік орталығы сатирик Мартбек Тоқмырза атындағы жымиясын сен неге облыстық әзілкештер фестиваль байқауына қатысқан көпке көңіл сыйлаған үшін Гайкыбастар командасы марапатталады. Аманат Әзілге толы әңгіме номинациясының жүлдегерлерін анықтау мақсатында сөз кезегі Болатбек Тоқмырза ағамызға біледі. Бір қошемет шапалақтарыңызбен. Қарағанды облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы облыстық мәдени сауық және халық шығармашылығының ғылыми әдістемелік орталығы өткізіп отырған сатирик Мартбек Тоқмырза атындағы жымиясын сен неге облыстық әзілкештер фестивалі байқауының әзілге толы әңгіме номинациясының 3-ші дәрежелі жүлдегері Нұрбол Шакаримов, Ақтоғай ауданы. 30 мың теңгелік ақшалай сертификат. Нұрбол Шакаримов, қошеметтеріңізбен. Әзілге толы әңгіме номинациясының 2-ші дәрежелі дипломмен ортаға Алдияр. Алдияр Егизов, 40 мың теңгелік ақшалай сертификат. Бірінші дәрежелі дипломмен әрине Кука. Қуандық. Кука Исмай Курука 50 мың теңгелік ақшалай сертификатқа ие болды. Әзілге толы әңгіме номинациясының жеңімпазы Қуандық Қадыров. Қуандыққа бір жақсы ұсыныс. Қуандық, егер осының барлығын өзің жазған болсаң, Мәкең сияқты сатира деген өте ауыр жанр. Сонан кейін жазушы көп болғанмен сатирик жазушылар өте аз. Сол осы ауыр жанрда ізденіп көруіңді, сенен ертең күні сатирик жазушы шығатынына мен сенем. Сондықтан да осы салада ізденіп дамуына тілектеспін. Рахмет сізге. Қуандық Қадыров, Толықтыға рахмет. Ал енді Көлде тапқырлар номинациясының жүлдегерлерін анықтау мақсатында сөз кезегі Жомарт Әбіш мырзаға ұсынылады. Қайырлы күн, құрметті көрермен, құрметті қатысушылар. Өткенді білмей, болашаққа қадам жасай алмаймыз. Үлкендерге құрмет көрсетпей, болашағымыз жарқын болмайды. Өткенге көз жүгіртпей, болашағымыз айқын болмайтыны сөзсіз. Сондықтан да
дүниеден ерте озған Мартбек ағамыздың құрметіне жасалып жатқан бүгінгі фестиваль құтты болсын. Ағамыздың жатқан жері жайлы болсын дейміз. Әзілді жалау еткен осындай жастар бар кезде ағамыздың шығармашылығы да өзінде аты өшпейтіні сөзсіз. Сайыс жыл сайын жалғасын тауып келе жатыр. Қазіргі жастар шынымен де үлгі ететін осындай ағаларымыздың шығармашылығын білу міндетті деп ойлаймын. Сондықтан да бұны жан-жақты насихаттап отырған Қарағанды облысы мәдениет және тілдерді дамыту басқармасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Марапаттау рәсімін бастаймыз. Бірінші облыстық әзілкештер жымиясын сенеге облыстық әзілкештер фестиваль байқауының Мартбек Тоқмырза атындағы кубоктың иегері атанған Қарағанды қаласы құрдастар жайдармандары. Мартбек Тоқмырза атындағы арнайы кубок, арнайы жүлде иегерлері, құрдастар командасы. Ал енді жалпы ойынға келейік. Асып-тасып 100% осы командалар дейтіндей бір жағдай болған жоқ. Командалардың бір-бірінен асып кеткен тұсы болған жоқ. Бүкілі жалпылама түрде бір деңгейде болды. Сәл-пәл ерекшеліктері болды. Сол ерекшеліктеріне қарай отырып, белгілі бір жағдайларға қарай отырып, бүгін Әділқазылар алқасы шешім шығарды. Сонымен, үшінші орын. Бұл үшінші орын ешқандай даусыз болды. Бұл үшінші орынға бұл команда бүгінгі сайыста лайық деп танылды. Бұл Қарағанды қаласы еркін құрама хет-трик. Еркін құрамасы. Үшінші орынға белгілі Ақшабай сыйлық табыс ететін болады. Екінші орында ұзақ ақылдастық. Бірақ тағы да айта өтем, командалардың бір-бірінен нақты осылай көзге түсіп озған тұсы болған жоқ деп, соған байланысты бұл фестивалінде өзіндік бір міндеттері болу керек деген шешіммен ораза айындағы, қасиетті айдағы жағдайды да ескере отырып, жалпы командалардың тарихын зерделей отырып, осы Қарағанды облысында күн санап алдыға жылжып, көрермендердің көз айымына айналып келе жатқан үздексіз ізденіс үстінде биыл республикалық деңгейге шықсақ, сол жақта өнер көрсетсек деп күн сайын өсіп келе жатқан болашағы жарқын командаға мүмкіншілік беріп, шынымен де премьер-лигада Қарағанды облысы намысын қорғайтындай жоғары деңгейде өнер көрсетсін. Бұл Мартбек Тоқмырза ағамыздың да бұл командаға қосқан бір үлесі болсын деген ниетпен, ағамыздың жолын берсін деген ниетпен ерекше екінші орын. Ерекше еркін құрамасы 80 мың теңгелік ақшалай сертификатқа ие болды. Қошемет, құрмет. Және де бірінші орын бүгінгі жол осы балалардікі болды. Қарқаралы ауданы Ақақай бірінші орын. Бірінші орын 100 мың теңгелік ақшалай сертификат. Мартбек Тоқмырза ағамыздың жерлестері Ақақай командасы Құрбол қошемет 100 мың теңгелік сертификат.
Финал. Құрметті көзқарақты көрермен